Қайырлы күн, мен Темірғалиева Ардақ Ердауытовна, Күршім ауданы Күршім ауылы Юрий Алексеевич Гагарин атындағы нөмір 1 Күршім орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Менің ұсынып отырған сабағым 9 сынып қазақ тілінен тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан, Экспо 2017 синтаксис 3 бөліміндегі студенттік универсиада сағатының 1 сағаты. Сабақтың басы ұйымдастыру кезеңінде оқушыларды 4 топқа ұшақ билеті әдісі арқылы бөлдім. Шыққан сөз фису. Енді фису деген сөз неге шыққанын оқушыларға бірден өзім түсіндіріп кеттім. Себебі бұл сөз термин, ағылшын сөзі, қазақша аудармасы халықаралық студенттік универсиада олимпиадасы деген мағынаны білдірді. Оқушылар өстіп 4 топқа бөлініп алғаннан кейін бірден оқушыларды сабақтың тақырыбы және оқу мақсатымен түсіндірдім. Сабақтың тақырыбы жаңағы оқу мақсатынан оқушылар сабақ мақсатын өздері болжай алды. Және де презентациядан қайтадан сабақ мақсатын нақтыладым. Келесі тапсырма, бұл ой қозғау тапсырмасы ретінде алдым. Тыңдалым алды тапсырмасы болды. Оқушылар сұрақтарға жауап беру арқылы жаңа сабаққа қарай енді. Бұл жердегі бағалау, мұғалім бағалауы болды, плюс-минус әдісі арқылы өте ұтымды болды. Келесі кезекте, яғни бұл тыңдалым тапсырмасы, бұл жүктік тапсырма болды. Бұл тапсырманың өзін 2 тапсырма арқылы меңгерттім. Яғни А тапсырмасы Едпазыл платформасында орналасқан сұрақтарға жауап беру. Бұл тапсырманың дескриптері, яғни қарап отырсаңыздар, әр сұраққа 1 балдан жиынтығы 7 балл. Бағалауы литрлер кестесінде шықты. Бұл платформаның енді кемшілік жағын айта кететіні, тапсырманы ұйымдастыру және де сілтемесін жіберіп оқушылар орындайтын кезде платформа қазақ қарпін қабылдамайды екен. Бірақ та бұл жайлы мен оқушыларды ескерттім. Жалпы оқушылар ол платформамен жұмыс жасап жүр. Өте ұтымды болды, оқушылардың қызығушылығы артты. Келесі бұл тапсырмасы бұл оқулықпен жұмыс болды. Бұл топтық тапсырма ретінде, яғни құрмалас сөйлем, оның ішінде сабақтас құрмалас сөйлемнің түрлерін және жасалу жолдарын білді. Оқушыларды бұл тапсырманы орындауға мен жүксу әдісін алдым. Жүксу әдісі кең көлемді тілдік бағдарды меңгеруге және оқушылар бірін-бірі оқытуға, жаңа сабақты түсінуге өте көп септігін тигізді. Өте ұтымды болды. Бағалауы қарап отырсаңыздар, мұғалім бағалауы болды кесте әдісі арқылы, яғни 1-ші сөйлем, 2-ші сөйлем, 3-ші сөйлем, 4-ші сөйлемді тапса, яғни плюс-минус әдісі арқылы. Дескрипторын қиындатқан жоқпын, 2 дескриптор берілді. Және де оқушылар келесі, оқушыларға ықтимал жауабын шығарып отырдым. Өздерін бағалаған кезде осы кестеге назар аударып отырды. Қорытындылау кезеңде, яғни тыңдалымнан кейінгі тапсырма, бұл тапсырманы жеке тапсырма ретінде деңгей тапсырмалары арқылы ұсындым. Мақсатым оқушыларды тапсырма арқылы саралау. Яғни оқушылар 1-ші, 2-ші, 3-ші деңгей тапсырмаларын таңдап, сұрақтарға жауап беріп, бағаланды. Өте ұтымды болды. Бұл жерде қозғалыс болды, және де оқушылардың қаржылық сауаттылығы дамыды. Кері байланысты енді мен оқушыларды сабақ мақсатына қайтадан оралтқызып барып, осы жетістік ағашына кері байланысты белгілеткіздім. Енді оқушыларға кері байланысты орнату үшін жетекші сұрақтар қойдым. Жаңағы кері байланысты осы жетістік ағашының төменгі деңгейінде орналасқан оқушыдан кері байланысты алғыздым. Жаңағы төмен деңгейлі оқушы өзінің ойын білдірді, сабаққа кері байланыс берді. Жалпы сабақтың өн бойында бағалауды мен әр тапсырмадан кейін орнатып отырдым. Атап айтатын болсам, плюс-минус әдісі арқылы бағалау, мұғалім бағалауы және де банк депозитіне қаржы жинау бағалау әдістерін қолдандым. Үйге тапсырма оқулықтағы тапсырманы бердім. Бұл тапсырманың алу мақсаты, яғни 9-4-4-1, яғни құрмалас сөйлем, оның ішінде сабақтас құрмалас сөйлемнің жасалу жолдары мен түрлерін оқушылар бір сабақ көлемінде толық меңгеру мүмкін емес. Сондықтан үйге ары қарай, яғни тапсырманың берілісіне назар аударатын болсақ, құрмалас сөйлемдердің алғашқы сыңары, яғни берілген, оны мәтіннен 2-ші сыңарын тауып жазып, сөйлемдердің қалай байланысқанын анықтау. Қорытындылайтын болсам, сабақты жоспарлаған кезде оқу мақсатына сай оқушылардың ойлау дағдыларын ескере отырып, әдіс тәсілдерді және тапсырмаларды алдым. Сабағым өз мақсатына жеттім деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.